Бүгін біз көпшілікті қызықтыратын өте маңызды сұрақты қарастырамыз. Холестерині жоғары адамдар жұмыртқа жеуіне бола ма? Қоғамда ұзақ жылдар бойы жұмыртқада холестерин көп, сол үшін зиян деген пікір сақталып келді. Бірақ соңғы ғылыми зерттеулер бұл көзқарастың дұрыс еместігін дәлелдеді. Қазір мамандар жұмыртқаның адам денсаулығына зиян емес, керісінше өте құнды тағам екенін айтады. Ендеше осы тақырыпты тереңірек талдап көрейік. Жұмыртқа неліктен бұрын қауіпті деп саналды? Бұрынғы ақпараттарда жұмыртқаның сарысы холестеринге толы болғандықтан, оны жеу қан құрамындағы холестерин деңгейін көтереді деп есептелді. Алайда ғылым дамыған сайын бұл тұжырым қайта қаралды. Қазіргі зерттеулер көрсетеді, адам ағзасындағы холестериннің 80 бауыр өзі өндіреді. Ал тағам арқылы алынатын холестерин оның деңгейіне айтарлықтай әсер етпейді. Яғни, сіз жұмыртқа жемесеңіз де, бауыр бәрібір холестерин шығара береді. Жұмыртқадағы холестерин біздің ойымыздағы зиянды холестерин емес. Жұмыртқа құрамындағы холестерин деп аталатын жоғары тығыздықтағы липопротеиндерді, яғни жақсы холестеринді көбейтуге көмектеседі. Жақсы холестерин не істейді? Қан тамырларды қорғайды. Жаман холестериннің жабысып қалуына жол бермейді. Қан айналымын жақсартады. Жүрекке түсетін жүктемені азайтады. Ал зиян деп саналған ылдыл холестериннің де екі түрі бар. Үлкен бөлшекті ылдыл аса қауіпсіз. Ұсақ бөлшекті ылдыл қан тамыр қабырғаларына жабысып мәселе туғызады. Ғалымдар жұмыртқа жеу осы қауіпті ұсақ ылдыл бөлшектерін азайтуы мүмкін екенін байқаған. Зерттеулер не көрсетеді? Көптеген қазіргі клиникалық зерттеулер мына қорытындыға келеді. Күніне 1-2 жұмыртқа жеу дені сау адамдарда холестерин деңгейін көтермейді. Кей зерттеулер тіпті ылдыл деңгейін арттыратынын, ылдыл бөлшектерінің қауіпті түрін азайтатынын, қабынуды төмендететінін, ми мен көз денсаулығын жақсартатынын көрсетеді. Жұмыртқа құрамындағы холин затына ерекше тоқталу керек. Холин ми жасушаларының құрылымын қалыптастыратын өте маңызды дәрумен тәрізді зат. Ол есте сақтау қабілетін, концентрацияны, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Жұмыртқа толыққанды ақуыздың көзі. Жұмыртқа организмге қажетті барлық амин қышқылдарын қамтиды. Сондықтан оны алтын стандарт ақуыз деп атайды. Бұлшықет жасайтын адамдар, балалар, қарттар үшін өте пайдалы. Сондай-ақ жұмыртқа құрамында В тобы дәрумендері, А дәрумені, омега-3 май қышқылдары, лютеин және зеаксантин бар. Бұл заттар көздің көруін жақсартады, тор қабықты қорғайды және қартаю процесін баяулатады. Жұмыртқаны кімдерге абайлап қолдану керек? Толық қауіпсіз деп айтуға болмайтын категориялар бар. Мәселен, тұқым қуалайтын холестерин бұзылысы, гиперхолестеринемия, 2 типті қант диабеті. Дәрігер нақты шектеу қойған адамдар. Бірақ мұндай жағдайларда да толық тыйым салынбайды, тек мөлшер реттеледі. Сондықтан созылмалы ауруы барлар дәрігер кеңесін ескеру керек. Жұмыртқаны қалай жеу пайдалырақ? Ең пайдалы тәсілдер: суында пісірілген жұмыртқа, буға пісірілген жұмыртқа, майсыз омлет, аздап бұқтырылған жұмыртқа. Ал қуырып жеу, әсіресе майды көп қолдану, зиян әсерін арттырады. Қатты майда, әсіресе күйген майда қуырылған жұмыртқа қан тамырларына ауырлық түсіруі мүмкін. Холестерині жоғары адамдарға жұмыртқа жеуге болады. Күніне 1 жұмыртқа толық қауіпсіз. Кей адамдарға күніне 2 жұмыртқаға дейін рұқсат. Жұмыртқаның пайдасы зияннан әлдеқайда көп. Жұмыртқа миға, көзге, жүрекке, бұлшықетке, иммунитетке өте пайдалы тағам. Ең бастысы дұрыс дайындау және тепе-теңдік сақтау.